Ассалаумағалейкум барша шахматсүйер қауым, сіздермен мен Мерғали Заңғаров, және де тағы да менімен бірге шахматтан разбор, обзор. Жалпы сіздер білесіздер, Алматы қаласында кадеттер арасында әлем чемпионаты өтті, және де сол чемпионатта біздің оқушымыз Нұрбол Айару өте жақсы өнер көрсетті, және оның бірінші партиясы. Тағы айта кетейін, ақ түспен бізде Чен Жихан, Қытай шахматшысы, және де біздің Айару шәкіртімізден 300 пунктқа көбірек рейтингпен. Алайда Айару одан қарамастан қорықпай өзінің басымдылығын көрсетті. Ойын бізде Т4 сарбазмен басталды, және байқап тұрғандарыңыздай дәл қазір бізде Немцович қорғанысы. Қарсыласымыз біздің Айарудың пілін өзіне жағымды конструкцияда айырбастағысы келді. Алайда Айаруда осал емес, ол қарсыласымыздың сарбаздарымен жүргенін күтіп, өзіне жағымды түрде өзінің фигураларын айырбастады, және де ары қарай өзінің фигураларын дамытып жатыр. Қарсыласы да дамытып жатыр, және де ең бастысы өзіміздің патшамызды қорғау, яғни қорғаулы аймаққа қойдыру. Патшамызды қорғаулы аймаққа қойғаннан кейін барып, еш нәрседен қорықпай центрді ашамыз, яғни ортадағы сарбаздарды айырбастаймыз, және қарсыласымыз, яғни біздің Айару шәкіртіміздің қарсыласы С-ды ұрмаған соң, Айару бірден Б6 жүрді, қарсыласы С-ды еді, және 2-0. Қарсыласы да өзінің патшасын қорғанды. Және де піл Ж4, атты жегісі келіп жатыр. Ат қатты жағымды тақталар жоқ, сондықтан амалсыздан ат Е1. Өзіміздің тураларымызды ортаға қарай орналастырып жатырмыз. Уәзір С2, H7-дегі сарбазға шабуыл жасап жатыр, яғни болашақта егер ат кететін болса, сол сарбазды алып алмақшы. Және де ат А5 өте қызықты атпен орын ауыстыру, яғни ат С6-да жақсы тұрды, алайда Айару өзінің атын басқа болашақ көрді, сондықтан бірден атын өзіне жағымды орынға айырбастауға көшті. Б4 Айарудың атына шабуыл, Айару осыны күтті, және де дым болмағандай атын Б7 тақтасына орналастырды. Қарсыласымыз атын А4 тақтасына орналастырды, яғни соның арқасында С7-дегі біздің осал сарбазымызға уәзірмен шабуыл жасап тұр. Болашақта өзінің тураларын әкеліп осы сарбазды алу мақсатында бар. Алайда А4-те ат онша емес көрініп тұр, оны мойындау керек. Яғни орыстар айтады, конь на краю доски позор деп. Енді ары қарай көре берейік. Ат Д6, және де H3 біздің уәзірімізге шабуыл. Алайда уәзір жай ғана бір жүріс артқа қайта салды. Және де піл А6. Мен бұл ходтың мақсатын түсінбедім, алайда қатты жаман емес. Және де ат F4, өзіміздің атымызды ортадағы тақтаға орналастырдық. Бұл ход жаман емес, жақсы емес, яғни ортаңғы ход. Алайда егер қарсыласымыз дұрыс емес жүріс жасаса, бұл ход өте мықты болып саналады, яғни перевес біз жаққа өтеді. Қарсыласымыз ат Д3, және де ат С4. Ат С4 ең жақсы жалғасу емес, алайда оны аса қатты жаман деуге болмайды, себеп қарсыласымыз да ең жақсы ходты көрмей, біздің атымызды өзінің піліне айырбастады, және де өзінің атын ортаңғы тақтаға орналастырды. Біз бірден уәзір H4, яғни қарсыласымыздың патшасына кішігірім шабуыл десек болады. Патша H2, және де F5, өзіміздің шабуылымызды, өзіміздің планымызды соңына дейін ұстанамыз. Ж3 патшасын алдын ашып жатыр, және де біздің уәзірімізге тиісіп жатыр. Екі тұрғыдан қарастырсақ. Және де біздің С4-те орналасқан сарбазымызды алды. Яғни дәл қазіргі сәтте біздің қарсыласымызда бір артық сарбаз, алайда бізде мықты шабуыл. Біз шақтан қорғанып, амалсыздан патшамызды H8-ге орналастырдық,
және де уәзір өзінің қызметін атқарып сарбазды алып артқа екінші қатарға тұрды. Ал біз болсақ өте аттардың мықты айырымын, яғни қазір уәзір алады және де уәзір ебес, яғни қазір қарсыласымыз біздің уәзірді алатын болса, біз қарсыластың уәзірін алып өте мықты тура аламыз. Яғни қарсыласымыз тураларымен бұл ең ашық линияны аламайды. Ашық линия біздің қолымызда соңына дейін қалып, бізде ұтыс позиция болады. Сондықтан қарсыласымыз С7-те орналасқан әлсіз сарбазға тиісе бастады. Ол өте дұрыс. Ол да кіргісі келіп жатыр біздің 7-ші тақтаға. Алайда біз оған мән бермей, жай ғана өзіміздің сарбазымызды қорғап қойдық. Уәзір связкадан кетіп, біздің уәзірге шабуыл, яғни қазір ДЕ сарбаз жүрісі ашық. Біз сондықтан өзіміздің уәзірді Е4 тақтасына орналастырдық. Байқап тұрғандарыңыздай, Аяру қызымыз өте мықты шабуыл жасап жатыр. Уәзір F3, ат артқа Б1 тақтасына қайтты. Яғни ат D2-ге орналасқысы келіп жатыр. Өте мықты орын ауыстыру, яғни перевод. Біз өзіміздің тураларымызды D тақтасы бойынша орналастырып жатыр. D ұзын ашық линиясы десек болады. Қарсыласымыздың өзінің планын орындауда атты D2-ге әкелді, және де уәзір E2. Қарсыласымыздың патшасын айналасында кіретін тесік іздеп жүрміз. Яғни связкадан құтылу үшін қарсыласымыз Ж1 патшамен артқа қашты, және де піл F7 қарсыласымыздың уәзіріне шабуыл. Қарсыласымыз әрине екінші тақта бойымен қалу керек, әйтпесе қарсыласымыздың аты кетеді. Біз болсақ ферзь, яғни уәзір H5, H3-те орналасқан сарбазға шабуыл. Қарсыласымыз қайтадан патшасымен H2-ге келіп өзінің сарбазын қорғап жатыр, және де піл E6. Байқап тұрғандарыңыздай, біздің піліміз осы H3-те болашақта орналасқан сарбазға шабуыл жасағысы келмек. F4. Біздің F-тағы пешкамыз алдыға жүріп, H3 сарбазын шабуыл болмау үшін олар бірінші солай жүрді. Ал біз болсақ, тым болмағандай уәзір E2, яғни біздің шабуылымыздың екінші санаты. Қарсыласымыз патша Ж1. Бұл бізде қателік болып саналады, яғни осы патша Ж1 жүрісінен соң қарсыласымыз ұтылыс позиция алды, себебі уәзір Е3, қарсыласымыз патшасы Ж2, қайттан өте үлкен қателік тура Д4, яғни Д2-де орналасқан атқа шабуыл, ат F3 тақтасына кетті, алайда ол ешнәрсені өзгертпейді, себебі тура Д2 және қарсыласымыздың уәзірі ұсталды. Дәл осы сәтте қарсыласымыз патша Ж1, біз ойынға, яғни шабуылға екінші фигурамызды қостық, және де дәл қазіргі сәтте қарсыласымыз 5 ходта мат алайын деп тұр. Аяру қызымызға болашақта сәттілік, және де осындай мықты ойын көрсеткен үшін үлкен алғыс, яғни ол әлемдік аренада Шымкенттің атын қорғап жүрген бүлдіршініміз. Өзінің 300 рейтинг арасына қарамастан Қытай шахматшысына өте үлкен соқыз көрсетті. Егер ол маттан қорғанғысы келсе, жай ғана ладьясынан айырылып қап, осындай тымға ешқандай болашақта перспективасы жоқ позиция алар еді. Сіздермен бірге болған мен Мерғали Заңғар. Көбірек осындай обзорлар көргілеріңіз келсе, біздің каналға тіркеліп, комментарий жазыңыздар, және өзіңіздің ойларыңызбен бөлісіңіздер. Хоппа.